Сәлем, бұл видеода ағылшыннан тез сөйлеп кетуге көмектесетін әдіс туралы айтылатын болады. Бұл jam техникасы деп аталады, ағылшыннан аударсақ just a minute, 1 минут техникасы деп аталады. Бұл әдіс 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бұл 1 минут бойы белгілі бір тақырыпта сөз сөйлейсің, яғни ешқандай дайындықсыз өз ойыңды жеткізесің. Сөйлеген кезде кез келген жалпы тақырыптарға, мысалы спорт, хобби, достар, кітаптар туралы немесе белгілі бір сұрақты алып, сол сұраққа жауап айтуға болады. Мысалы, what is your favorite mode of transport? Транспорттың қандай түрі саған ұнайды? Осы бірінші кезеңнің өзінің ережелері бар. Соның ең бірінші ережесі, сен сөйлеген кезде тоқтамауың тиіссің. Толық 1 минут бойы сөйлеуің тиіссің. Деміңді алуға тоқтауға болады, бірақ 3 секундтан артық емес уақытқа. Және сандырақ айтып кетсең де, тақырыпқа қатысты нәрсе айтып кетсең де, бұл маңызды емес. Тек сөйлеуіңді жалғастыруың керексің. Бұл нөмірі бірінші ереже. Екінші ереже, бір идеяны, бір ойды 2 рет қайталамауың тиіссің. Себебі бұл ағылшын тіліндегі сөздерді дыбыстап айтудың практикасы емес, ағылшын тілінде еркін, шапшаң, тез сөйлеудің практикасы. Сондықтан да бір нәрсені, бір ойды қайталап айту бұл жерде тыйым салынған. Үшінші ереже бұл сөйлеп жатқан кезіңізде ешқандай жазбалар жазбау қажет. Барлық назарыңыз тек сөйлеуге аударылу қажет. 3 ереже айтылды, енді сізге таймер керек. Мысалы, телефоныңыздағы таймеріңізді қолдануыңызға болады. Таймерді қосып қойып, бірінші кезеңді бастайсыз, яғни 1 минутқа шейін ағылшын тілінде сөйлейсіз. Осы техниканы қолданудың мысалын сізге көрсетейін. Яғни мен сұраққа осы what is your favorite mode of transport? Транспорттың қандай түрі сізге ұнайды деген сұраққа жауап берейін. Яғни қазір менде арнайы дайындығым жоқ, және мен 1 минут бойы сөйлейін деп жатырмын осы тақырыпқа. Okay, so what's my favorite mode of transport? I would love to say that it's the train. That's because actually you get to see a lot of nice scenery, beautiful landscapes and things like that. And you know, train journeys generally tend to be longer than other types of, or rather other modes of transport. You can see I'm really struggling for ideas, but I can't stop. I have to keep going, so I'm saying wherever comes to my mind. That's no problem. But back to the topic at hand, train journeys, because they are longer, they are more relaxing. And one last thing I want to mention is that I've had the opportunity to meet interesting people and make friends on many train journeys. As a kid, I used to ride the train a lot with my family. We used to go a lot to lots of places by train, and it's actually something that I really enjoyed. Осы жаттығуды жасау қиынға соғуы мүмкін, бірақ бұл қалыпты жағдай. Енді екінші кезеңге көшейік. Бұл кезеңде біз шапшаңдықты дамытамыз. Бұл кезеңде бірінші жазбалар жасаймыз. Қолымызға қалам мен қағаз алуымызға болады. Және осы 1 минутта сөйлеген сөзіңіздегі идеяларды жинақтайсыз. Мысалы, мен өз сөзімде beautiful scenery, яғни жол жүрген кезде әдемі жерлерді көремін. Longer, more relaxing, яғни жол жүрген кезде мен дем аламын. Meet people, жол жүрген кезде мен адамдарды көремін, танысамын деп сөз сөйлеген болатынмын. Енді осы жазбаны жасап алғаннан кейін 1 минут бойы біз қайтадан сөйлейміз. Және сөйлеген кезде осы жазбаларды қолдануымызға болады. Осы жолы қағаздағы жазбаларға қарап сөйлегеніңізден өзіңізді тезірек сөйлегеніңізді және көбірек ақпарат бергеніңізді байқайсыз. Таймерде 1 минут көрсетілгеннен кейін сіз сөйлеуіңізді тоқтайсыз. Енді үшінші кезеңге көшеміз. Екінші кезеңдегідей сіз қолыңызға қағаз бен қалам аласыз. Енді осы жолы өзіңіздің екінші сөйлегеніңізге негізделіп, жазған жазбаларыңыздың қасыңызға қосымша ойларды жазасыз. Мысалы, мен өзімнің жазбама осындай идеялар қостым. Және осы үшінші кезеңдегі айырмашылықты көрсету үшін мен өзімнің сөйлегенімді мысал ретінде көрсетейін. My favorite mode of transport is actually the train.
I love train travel for 2 or 3 reasons. The first is that the journey is usually longer than when you fly on a plane or even when you travel by car or bus. So as a result, it's very relaxing. Another big advantage is that you get to see a lot of scenery when you ride a train. Now, if you're riding the subway, your train is going through a tunnel then obviously you won't see any natural beauty, but if you're lucky enough to ride a train through the countryside, I'll tell you that's incredible experience. But for me personally, the best part about trains is that you get to meet people and make friends, especially on some of the longer journeys. Even if you don't take each other's phone numbers or become best buddies, you will get to have great conversations and meet some really interesting people. So those are the 3 reasons why I enjoy train travel very much. Айта кететін бұл жерде жағдай, егер сіздің сөйлеуіңіз 1 минуттан асып кетсе, бұл да қалыпты жағдай, егер сөйлеуіңізді сіз жалғастыра беруіңізге болады. Егер сіз өзіңіздің ағылшыныңызды дамытуға шындап кіріссеңіз, онда осы кезеңдермен қатар қосымша тағы да бір кезең бар. Яғни бұл өзіңіздің сөйлегеніңізді жазу. Яғни 3 кезеңнен өтіп, өзіңіздің сөйлегеніңізді диктофонға, телефонға жазып алып, қайтадан тыңдауыңызға болады. Осы сөйлегеніңізді диктофонға жазып қайта тыңдау өзіңіздің сөзіңіздегі қателерді естуге және ол қателіктерді жоюға көмектеседі. Диктофонға сақтап қойғаныңызды бірнеше аптадан кейін, бірнеше айлардан кейін қайтадан тыңдап, өзіңіздің қаншалықты дамығаныңызды, қаншалықты өзіңіздің сөйлегеніңізді жақсартқаныңызды көре аласыз. Және өзіңіздің даусыңызды қайтадан есту өте ыңғайсыз болатыны өте түсінікті, бірақ бұл өте ыңғайлы, өте керемет жол өзіңіздің ағылшыныңызды, сөйлеуіңізді дамытуға. Әрине, осы қосымша кезеңді жасамауыңыз өзіңіздің қалауыңызда. Техникасы, осы джам техникасы 3 кезеңнен тұрады. Ең бастысы осы 3 кезеңді жасау және күніне өзіңізге 10 минуттай бөліп, күнде жасай беру. Ағылшын тілінде сөйлеуге орасан зор көмегін көрсетеді.